Сәлем достар, бүгін мен сіздерге мясо по-тайски жасап көрсететін боламын. Менің өз тәсілім жасайтын өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Олай болса кеттік достар. Алдымен етті осылай жұқа-жұқа етіп турап аламыз, немесе соломка етіп турасаңыздар болады. Және үстіне тұз сеуіп, қалауларыңызша, және үстіне соевый соусты қосамыз. Примерно 1-2 ас қасықтай. Одан соң жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоясыздар. Сол кезде өте күшті болып, етіміз дайын болып тұрады. Әрі қарай достар, мен осылай 2 помидор, жарты болгарский перец және 4 бас чеснокпен осылай 1 огурцы қосып жібердім. Осыдан осы дайындағаннан 5 порция мясо по-тайски шығатын болады. Достар, қалауларыңызша турайсыздар, мен осылай видеода көрсетілгенде етіп тураймын. Әрі қарай достар, қызып тұрған майға осылай пиязымызды салып қуырып аламыз алдымен. Мен пиязды осылай майда етіп турадым. Өткен ірі етіп турасам, біздің балалар жемей қояды. Сол себептен осылай майда етіп турап, жақсылап пиязын жұмсарғанша қуырып аламыз. Одан кейін осылай дайын болған етімізді үстіне салып, екеуін бірге жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Неке достар, етіміз өте күшті болып қуырылды. Енді үстіне 1 стакан су қойып, астын жай қойып, қазанның крышкасын жауып, бастырып қоямыз, етіміз жұмсарғанша. Етіміз пісем дегенше достар, енді күрішін, гарнирға күріш жасадым. Осылай кастрюлямды алып, астына деген шемішке майды құйып, астын жай қойып қоямыз да, осылай күрішімізді жақсылап тұрып жуып, осының үстіне кастрюляға салатын боламыз. Одан соң үстіне аздап тұз қосамыз, және осылай майға 1-2 қуырып жібереміз да, күріштің бетінен кішкене ғана асырып су құятын боламыз. Және газдың астына өте жай қойып, крышкасын жауып, осылай күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Сол кезде күрішіміз бір-біріне жабысып қалмай, өте шашыраңқы, өте әдемі күріш піседі. Әрі қарай достар, біздің етіміз уже пісіп қалған кезде осылай жаңағы туралған овощтарды саламыз, және 15 минутқа, 20 минутқа қойып пісіріп аламыз барлығын бірге. Өте дәмді шығады, және үстіне кішкене соевый соус тағы да қосып жібердім. Қоңыр қызыл цвет, әдемі цвет шығады. Мінекей достар, біздің мясо по-тайски асымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.